Ал қыздар, кімнің зебра пирогы дұрыс шықпайды, көтерілмей қалады, арасындағы осылай аралары зебра болып тұрмайды. Солар бері қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерде міндетті түрде шығатын болады. Мен барлық құпиясын айттым. Ендеше осы пирогты жасауға кірісейік. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды жарып аламыз. 4 штук жұмыртқаны пайдаланамыз. Миксермен бірінші ақырын ғана бастайсыздар. Одан кейін қатты скоростьқа қойып жалғастыра бересіздер. Біздің жұмыртқамыз әппақ болып көпіруі керек. Арасында осылай қантымызды бөліп салып отырасыздар. Барлығын бірден салып жібермеңіздер қанттарыңызды. Мінекей барлығын көпіртіп аламыз. Әппақ болып көпірсін. Одан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Қыздар, сүтімізді микроволновкаға жылытып аламыз. Сосын сұйық майымызды құямыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады, болмаса миксерлеріңізбен әрі қарата жалғастырып араластыра беріңіздер. Одан кейін қыздар, міндетті түрде осы жерден қателеспеңіздер. Қопсытқышты ұнымызбен араластырып аламыз. Ұнды тағы да бөліп саласыздар. Барлығын бірден көп еткізіп салып жүрмеңіздер. Ол кезде сіздердің қаншама еңбектеніп көтерген жұмыртқаларыңыз бірден отырып қалады да, сіздердің пирогтарыңызда солай көтерілмей пісетін болады. Одан кейін барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Екі ыдысымызға бөлеміз. Бір ыдысымыз аппақ болып тұрады. Екінші ыдысымызға какао 2 ас қасық саласыздар. Қыздар, рецепті көріп жай ғана өтіп кетпей, міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Себебі менің каналымда бір жасағаннан және оңай рецепттерді таба аласыздар. Одан кейін формамызды дайындаймыз. Формамыздың астына осындай пергаментный қағаз төсейміз және пирогтың жан-жағы жабысып қалмас үшін сары маймен табамызды майлап шығатын боламыз. Одан кейін 2 ас қасықтан араластыра отырып, осылай барлық пирогтарымызды жинап құйып шығатын боламыз. 2 ас қасық ағынан қосамыз. Одан кейін 2 ас қасық какао қосылған түрінен қосып отырып, осылай жасап шығасыздар. Және ең соңында біткен кезде пирогтарымыз барлығы бір формада тұру үшін қалыпты қозғап жібереміз. Қозғағаннан кейін енді таяқшамен өрнегін саламыз. Торт кескен сияқты өрнектерді солай салатын боласыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, сосын міндетті түрде қызып тұрған пешке қоясыздар. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. Пирогымызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Пирогты салғаннан кейін әркімнің пеші әртүрлі. Кейбіреулері әсел пешке, кейбіреулер боштың пешіне пісіреді. Сол үшін сіздердің пирогтарыңыздың беті қызарған кезде таяқшамен тексеріп көресіздер. Бачискамен тексересіздер ме, пашкамен тексересіздер ме, солай ортасынан тесіп көріңіздер. Таяқшаларыңыз құрғақ болып шығуы керек. Сіздер де жасап көріңіздер. Кәдімгідей бір жасағаннан шығатын сәтті рецепт.